Барша қазақстандықтар көрсін және сақ болсын. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз, келсе арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Жаңбыр, қар, 6 градус үсік, 25 мамырға орайы болжамы жарияланды. Түнде Қостанай облысында, солтүстік Қазақстанның солтүстігінде, батысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, Ақмола облысының солтүстік-батысында, Ұлытау облысының солтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, топырақ бетінде 1-6 градус үсік күтіледі. Түнде Қостанай облысында, солтүстік Қазақстан солтүстікте, батыста, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, Ақмола облысының солтүстік-батысында, Ұлытау облысының солтүстік-шығысында 1-6 градус үсік күтіледі. Қостанай облысының оңтүстігінде, Атырау облысының батысында, орталығында, Қызылорда облысының шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Абай облысының орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Абай облысының оңтүстігінде, Түркістан облысының шөлді аумақтарында, Жетісу облысының шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оң жасаумен тең екенін ұмытпаңыз.